Кайырлы күн, кадірлі көрермендер, тұтынушылар. Бүгін әдеттегідей Дора Марин компаниясы Шұғыла қоғамдық қорымен бірігіп, осы қасиетті Рамазан айына арнайы береке атты қайырымдылық іс-шарасын жүргізбекте. Бұл шара өздеріңіз білетіндей көмекке мұқтаж, зәру адамдарға бағытталған. Ол біздің көп балалы отбасылар, жесір әйелдер, жалпы тұрмыстық жағдайы төмен отбасылар. Оларға көрсетілетін гуманитарлық көмек ол бір айлық азық-түлігі мен киім-кешектері және тағы басқалары. Олай болса, іске сәт. Мінекей біз тізімдегі бірінші мекен жайға келдік. Бұл да көп балалы отбасы. Қазір сол отбасыға гуманитарлық көмек көрсетілетін болады. Ал кеттік. Дора Марин компаниясына рахмет айтамыз. Осылай көмек көрсетіліп отқандарына рахмет сіздерге көп-көп. Компания көмек көрсететін отбасылардың көбісі осындай жалдамалы пәтерлерде тұрады. Себебі олардың өздерінің жеке баспаналы болуға шамалары жетпейді. Сол себепті компания қандай да бір көмек көрсету мақсатында бір айлық азық-түлігін болса да қамтамасыз етіп жатады. Егер де сіздеріңіздің алдарыңызда осындай отбасыларға көмектесем деген ойлар бар адамдар, ниеттер бар адамдар болса, бізге қосылыңыздар, көмектесуден аянбайық. Дора Марин компанияға рахмет айтамыз. Продукты алып келгендеріңіздерге Рамазан айында Рамазан айы қабыл болсын. Көмекті әркім көрсете алады демекші, араларыңызда көмектесем деген адамдар болса, тек қана материал жағынан емес, осындай келіп волонтер ретінде қатысып көмектесе аласыздар. Бүгін бізде Жасұлан волонтер болып тұр. Әрине дұрыс айтасыз. Тек қана осындай материалдық жағдайда емес, барынша бос уақытымызда осындай неге көмектеспеске көп балалы аналарға бос уақытымызды зая кетірмейік. Егер араларыңызда келіп осындай көмектесем, волонтер болам деген адамдар болса, Шұғыла қоғамдық қорына хабарласып тіркеліңіздер. Осындай қайырым шара болған кезде олар сіздеріне хабарласып, осылай келіп, заттарды тасып дегендей волонтер ретінде көмек көрсете аласыздар. Ал шетте қалмайық, көмекті бірге көрсетейік. Саламатсыздар ма? Дора Марин компаниясы ораза айттарыңыз қабыл болсын. Осы беріп жатқан көмектеріңіз Алла разылығы үшін, Алланың жаңағы ниеті, Алланың жақсылығы жаусын сіздерге. Осындай мұқтаж отбасыларға көмектесесіздер, көмектеріңіз тие берсін. Жаңағы бизнестеріңіз өркендей берсін, өсе беріңіздер. Көгере беріңіздер, көбейе беріңіздер. Сіздерге алғысымыз мыңда бір шексіз, Алланың нұры жаусын. Рахмет сіздерге көп-көп. Ораза айында аман-есен күліп ойнап, Алланың нұрына, махаббатына береніп жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге.